Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бірінші сыныптың ана тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы орманшының баласы және заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы дейді. Мәтінді оқып берейін, мұқият тыңдаймыз. Орманшының баласы. Мәлике Әбдірашеваның әңгімесі екен, тыңдайық. Орманшының баласы бір шыбықты сындырмақшы болады. Сол кезде ол ағаштардың әңгімесін естиді. Аққайын айтыпты: мен өскенде бесік боламын, кішкентай бөбекті тербетемін. Теректің жас шыбығы: мен өскенде ойыншық боламын, балаларды ойнатамын дейді. Қарағай: мен үлкен үй боламын, депті шаттана. Ал мен кім боламын, депті сонда бала. Сен ағаш шебері бол, депті оған ағаштар. Жарайды, деп шыбықтарды сындырмапты. Сол бала өскенде ағаш шебері болыпты. Сонымен бұл жерде бөбек деген сөз болды. Оған бізге түсіндірме сөздігін берген екен. 1 жасқа дейінгі баланы бөбек, бөпе деп айтып жатамыз да. Мәтін сонда кім туралы болды? Мәтін жаңағы ормандағы ағаштардың әңгімесі және бала туралы болды да. Баланы жас шыбықты неліктен сындырмады? Жас шыбықты сындырмауы бұл жерде ол ормандағы ағаштардың сыбдырларын әңгімесін естіп қойды да. Баланың ағаш шебері болуына не себеп болды? Бұл жердегі ағаштардың қуануы да, біреуі бесік боламын, біреуі үй боламын деп қуанып жатқан сөздерін есту арқылы ол ағаштарды сындырмады. Ағаштардан қандай бұйымдар жасайды? Ағаштардан көптеген бұйымдар жасалады. Бұл жерде бесік деп айттық, домбыра да жасалады, үй жасалады, күнделікті біздің қолданып жүрген отырғышымыз, партамыз осы ағаштардан жасалған екен. Енді мәтіндегі заттың сынын білдіретін сөздерді тап, оларға сұрақ қой дейді. Қандай үй боламын деді? Үлкен үй боламын деді. Үлкен, тағы қандай деген сұраққа жауап беретін заттың сынын білдіретін сөздер бар. Соларды осы мәтіннің ішінен тауып айтайық. Бала өскенде, яғни ағаш шебері болуды армандады. Бұл жерде автордың ойы қандай осы мәтінді беруде? Біздер шынында да олар теректер, қарағайлар барғанда сөйлеп кетпейді ғой. Бізге осы ағаштарымызды сөйлете отырып, автордың ойы балаға тәрбие беру, тәртіп беру. Яғни ағаштарды сындыруға болмайды, берекетсіз. Ағаштардың біздің орманымыздың пайдасы өте көп. Олардан біз түрлі заттар жасаймыз. Сондықтан берекетсіз оларды сындыруға болмайтындығын айтқысы келіп тұр. Сіздерде бұл бала сияқты тәртіпсіз болмауымыз қажет. Керісінше, бір тал кессек, 10 тал егуіміз керек. Соны есімізде сақтаймыз. Үнемі табиғатымызды қорғап жүруіміз керек. Келесі жаттығуға қарайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз, қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сыз дейді. Шебер, өнерлі, ұстаз, ісмер адам. Ағаш шебері ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Олар берік әрі жеңіл болады. Бұл сөйлемдердің ішінен қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздердің астын сызуымыз керек. Қандай, мысалы, адам қандай? Өнерлі, ұста, әрі ісмер екен. Келесі жаттығу, 3-ші жаттығу бізді кейуардан жаңылтпашты тыңдауымыз қажет. Жаттап ал дейді. Ықсан ұста, ұстаз ұста. 3 ұстаға ұстаз ұста дейді. 3 ұстаға ұстаз ұста. Бұны тез айтайық. Ықсан ұста, ұстаз ұста. 3 ұстаға ұстаз ұста. Бұл жерде ұста. Ықсан ұста дейді. Ықсан деген адам ұста екен. Ұстаз ұста дейді. Бір нәрсені ұста деп тұр. 3 ұстаға ұстаз ұста дейді. Яғни жаңылтпашты тез-тез айтып тілімізді жаттықтыратын боламыз. Бүгінгі сабақта біздер шебер туралы және ұста туралы айтып жатырмыз. Сондықтан соған байланысты бізге жаңылтпаш берген екен. Келесі дәптермен жұмыста қайың, еңбекқор деген сөздерді әдемілеп жазып шығамыз және 2-ші жаттығуды орындаймыз. Бізде қосымша тапсырма беріп тұр. Заттың сынын білдіретін сөздерден кейін заттың атын білдіретін сөздерді қойып көшіріп жаз дейді. Әдемі көйлек, қызық кітап, қорқақ қоян, жүйрік ат, үлкен бөлме деп алдым. Сіздер басқа да нұсқасын қойып жазуларыңызға болады.
Құрметті оқырмандар, сіздерге каналымызда тапсырмаларды орындау түсінікті болған болса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.